Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы құстардың мінез құлқының экологиялық аспектілері, құстардың миының ерекшеліктері. Мынау алдарыңызда тұрған құстардың жүйке жүйесі, оның ішінде ми мен жұлынынан таралған жүйкелер және бас мидың жалпы алдыңғы, аралық, ортаңғы, мишық, сопақша бөлімдері. Құстың миы дөңгелек пішінде, ми сыңарлары тегіс әрі үлкен, иіс сезу бөлігі кішкентай. Алдыңғы мидың жарты шарының үлкен болуы құс миының біршама прогрессивті дамығанын көрсетеді. Бірақ бұл жерде ми сыңарларының көлемді болуы алдыңғы ми түбінде жолақ дененің бір-бірімен қосылып кетуімен түсіндіріледі. Ал ми шапаншасы ол сүтқоректілердегі неополимге ұқсас, нашар дамыған. Аралық мида кішкентай, онда эпифиз бен гипофиз орналасқан. Ортаңғы ми жақсы жетілген. Ол жолақ денемен қосылып, жүйке қызметінің біршама күрделі формаларын қамтамасыз етеді. Үлкен келген мишық, орта және сопақша миды жауып жатады. Бұл мүше қозғалыс пен тепе-теңдікті үйлестіріп тұратын орталық болып табылады. Сондықтан құстарда ол жақсы жетілген. Сопақша ми жұлынмен жалғасқан. Құстарда 12 жұп нерв болады. Оның 11 мен 12 10 мен 11 то есть толық айырылмаған. 5-тен 12-ге дейінгі жұптар сопақша мидан шығады. Қорыта айтқанда, құстардың үлкен ми сыңарлары рептилияға қарағанда күрделі құрылыс және құста жүйке жүйесі мен мінез құлқының күрделі екендігін көрсетеді. Келесі көру мүшесі көзінің құрылысы. Мына алдарыңызда тұрған құстың көзінің ерекшелігі. Бұл жерде 1 қасан қабық, 3 ақ қабықтың сақинасы, 4 шынылы дене, 5 нұрлы қабық, 6 көз бұршағы, 7 көру нерві, 8 жал, 9 торлы қабық, 10 склера немесе ақ қабық, 11 алдыңғы камера, 12 тамырлы қабық, 13 жалғама. Міне осындай құрылыстан тұрады. Жалпы құстар жақыннан да алыстан да бағдарлауды қамтамасыз ететін маңызды рецептор. Көз бірнеше ерекшеліктері. Біріншіден ол көз жай шар тәрізді емес, ол шар тәрізді 2 бөліктен тұрады. Ол бір-бірімен кіші және үлкен бөлікпен байланысқан. Бұл құс көруінің аймағын үлкейтеді. Көздері телескоп сияқты көретін құстар да бар. Құстар ең өткір көру учаскесі де 1,5 миллионға дейін жарықсыз клеткалар болады. Бұл адамда шамамен 200 мыңдай ғана. Кейбір құстардың көзінің көлемі бойынша мидан үлкен. Соған мынау алдарыңызда мынау үкіні көрсететін болсақ, үкінің мынау көздің алмасының орны. Яғни бұларда көз алмасы үлкендігі 30-дан 1 бөлігі дененің салмағының 30-дан 1 бөлігін көз алмасы құрайды екен. Бұл үлкен екендігін осыдан көрінеді. Мысалға, түйеқұстың көз алмасының көлденең қимасы 5 сантиметрге дейін жетеді. Құстарда әрі монокулярлы, әрі бинокулярлы көру тән. Олардың көзі алдыңғы жағынан бір кеңістік бойында емес, басының 2 жағында орналасқан. Сондықтан ол жан-жағын жақсы көріледі. Құстар барлық түстері ажырата алады. Иіс сезу құстарда жалпы нашар дамыған, бірақ кейбір құстарда, мысалға жылқы құста бинокулярлы көру қажет емес, ол өзінің сезгіш тұмсығымен топыраққа қорегін іздей алады. Оның көзі шүйдесіне қарай орналасқан. Ол алға, артқа, оңға, солға басын бұрмай-ақ қарай алады. Осындай ерекшелігі бар. Бұндай иіс сезу дамыған тағы киви деген киви құсында да болады. Келесі есту мүшесі. Жалпы құстар жақсы естиді. Ортаңғы ішкі құлақтан тұрады. Кейбір кітаптарда, әдебиеттерде сыртқы құлақ деп айтады. Сыртқы құлақ құс сүтқоректілерге тән, тек сыртқы құлақ сияқты құлақ
қалқан терілі өсімді болады. Мысалы алдарыңызда үкінің жаңағы құлақ қалқанын ашып қараған кезде мынандай құлақ тесігін көруге болады. Яғни бұдан біз құстардың жақсы еститінін көруге болады. Егер құрылысына қарайтын болсақ, мынандай доғалы каналдар, сопақ терезе, дөңгелек терезе, лагена, колумела, экстраколумела, дабыр жағынан тұрады. Енді толығырақ тоқталатын болсақ, ортан құлақ дабыл жағынан және үзеңгі сүйектен тұрады. Соңғысы дисталды ұшымен жарғақ лабиринттен сопақ шоқ қуысқа түйіседі, дыбыс тербелісін өткізеді. Ең соңында ішкі құлақ үш жартыса қиналы, немесе үш доғалы өзекпен жалғасып, сопақша және дөңгелек қапшықтардан тұрады. Бұларда отолиттер орналасқан. Құстардың ішкі құлағында күрделі құрылысты оралма дене улитка, немесе жақсы жетілген. Есту қабілеті нашар құстар жоқ. Көпшілік түрлері үлкен шөктерде 30-тан 20 мың герцке дейін жақсы ести алады. Кейбір түрлері 35-тен 50 мың герцке дейін дыбысты қабылдайтын қабілеттілігі бар. Мысалға, жапалақтылар дыбыс арқылы қорегінің арақашықтығын біле алады. Кейбір үңгірде түсіретін құстар дыбыс локациясы дамыған. Естілген дыбыс арқылы қараңғыда ештеңеге соқтықпай ұша алады. Міне сондай ерекшеліктері бар. Енді әрі қарай құстардың мінез құлқы мен тіршілігіне келетін болсақ, мінез құлқы жалпы ерекшеліктері орталық жүйкесі мен сезім мүшелері прогрессив дамыған, зат алмасу және жылы қандылық деңгейінің жоғары болуы құстарда тез қозғалысты қамтамасыз етіп, қоршаған ортаны жақсы меңгеріп, мінез құлқы күрделенеді. Тіршілік әрекетіндегі күрделі мінез құлықтарына ұя салу, қор жинау, топ болып тіршілік ету. Яғни бұл құстарда туа біткен рефлекстер жиынтығынан тұрады, шартсыз рефлекстер. Соның арқасында аталығы мен аналығы кездеседі, ұя салып, жұмыртқа басады, балапанын қоректендіреді, қорегін іздейді, тағы басқа жағдайлар жасайды. Бірақ әрбір құстың мінез құлқы жеке тәжірибеге дағдылануымен байланысты. Ересегі мен топтағы серігі еліктеу уақытына байланысты орнықтыруды жеңілдетеді және сыртқы жағдайдың өзгеруіне бейімделе алады. Бұл оның тіршілікке қабілеттілігін артырады. Құстар жақын арада болатын оқиғаларды болып жататын қабілетін анықтаған. Мысалы, автомобиль жақындағанда көптеген құстар жолдан жиегіне ұшып барады да қонады. Одан әрі жүріп баратқанда автомобильге көңіл бөлмейді. Яғни құс машинаның қай жерден өтетінін біліп тұрады. Құстарда шошыну, қорқу, ашулану, шаттану, тыныштық жағдайы тән. Бұлар кейпін өзгерту, қауырсын жазу, дыбыс шығару. Құстарда есте сақтау қабілеті жоғары. Мысалға, тотықұс иесін 19 жылдан кейін таныған дәлелмен көруге болады. Яғни ол есте сақтау қабілеті бар. Құстарда белгілі бір затты ажырату, жіктеу қабілеті тән. Мысалға, қарғалар мылтығы бар аңшы мен таяғы бар аңшыны ажырата алады екен. Жеке ұялайтын құстарда белгілі бір учаскесі, әсіресе ұясына жақын келген құстарды жібермейді. Яғни, егер қорек ұядан алыс жерде жиналса, онда қорғалатын аумақтың көлемі шамалы. Көптеген түрлерінде, әсіресе майда торғайлар тәрізділер ұялардың территориясын қоректену учаскесіне сәйкес келеді, оны қорғайды. Мысалға, мынау алдарыңызда құрылардың өз территориясымен таласуын көруге болады. Көп жағдайда су жерде тіршілік еткен құс жеңіп, өзінің территориясын жаңағы белгілейді. Сонымен бірге популяция жарамды территория бірдей иемденеді. Оны қорек қорын үнемдеп пайдаланады, яғни бірге тіршілік етеді. Ұядан алыс жерлерде жем табатын кейбір құстар шоғыр болып топталып ұялайды. Шоғыр көлемі бірнеше ондаған жұптан, тіпті мыңдаған жұпқа дейін жетеді. Бұларды біз құс базары деп атаймыз. Мысалға, мына алдарыңызда тұр. Солтүстік теңіз жағалауында орналасқан құс базары бірнеше түрлерден тұрады. Жартасын жалпақ шеттеріне тығыз топталып, ешқандай ұя жасамай-ақ тас үстінде қайралар, кішілеу шеттерінде шірей бастаған балдырларды ұя жасаған шағалалар жұмыртқалайды.
тар саңылауда әдетте жардың төменгі жағында мұнтаздар ұяласа, жартастың басында шымтезектен төпектер ін қазып ұя салады. Осылайша құс базарын құрады. Шоғыр құрып топталып ұялау қоныстанатын жерлерде қоректі заттарды, ұяға жарамды жерлерді тиімді пайдалануды, сол сияқты шоғыр мүшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Мұндай жағдайлар кейбір жыртқыштар топқа жақындай алмайды. Кейбірлерін шоғыр мүшелері бірігіп, оған шабуыл жасайды. Міне шоғырлар болып тіршілік ету, ол жауынан қорғануға да көп көмек жасайды. Бұл да құстардың күрделі тіршілігінің дәлелі болып табылады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.